Құсайын Мұратбеков 1936 жылы 15 қазанда Талдықорған облысы Қапал ауданында дүниеге келген. Ал менің алған еңбегім «Жусан иісі» повесі. Бұл әңгіменің ең негізгі түйіні жастайынан жетімдіктің зардабын тартқан, тағдыр тәлкегіне ұшыраған Аянның тағдыры. Сонымен қоса, екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі халықтың тартқан зардабы мен қиыншылықтары туралы баяндалған. Ал Аянның әңгімелері адамдарға ой саларлық құндылығымен ерекше еді. Алыста қалған балалық шағым. Көзімді жұмсам, шулап жатқан балалардың ең соңында сол аяғын сүйретіп, жер сыпырып далбаңдап келе жатқан Аянды көргендей болам. Сондайда оның алқына шыққан жіңішке даусымен: «Мен сендерге бір қызық айтайын ба? Мен бүгін таң ата түсімде ағамды көрдім. Рас айтам, түнде жатарда ағамның пальтосын жастап жатқам. Ағамның иісі сіңіп қапты. Бір түрлі жусанның иісі. Бірақ жақсы. Мен бейтіп мұрнымды жағасына тығып ұзақ-ұзақ иіскеп жатып едім, түсіме кірді. Мен де ылғи көкемнің пальтосын жастанып жатам. Менің де көкемнің үстінен жусанның иісі шығады». Бұл соғыстың салған жарасы басқамыздан көрі Аянға қатты батты. Тағдыр оған келгенде ештеңесін аямады. Қаралы қағаздар да кеп жатты. Қағазды 2-3 рет ежектеп оқыды да қалтасына тықты. Аян қараңғы бұрышта бүрісіп, екі қолымен бетін шауып, солқылдап жылап отыр. Ұзақ жылады. Бір жеті өткен соң Аян балалар үйіне кеткелі жатыр. «Мен бәріңе хат жазып тұрамын», деді ол. Көз ұшында бұлдырап, арба кетіп барады. Жазға жақын жусанды төбе жақтан қоңыр салқын самал еседі. Ашқылтың иісі аңқиды. Жусанның иісі. Сондайда есіме тағы Аян түседі. Бұл шығарманы оқи отырып күрсінбеген, көзіне жас алмаған оқырман кем де кем шығар.